Барлығыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Біз бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын және ерекше болып дайындалатын карпатка деп аталатын торты бірге жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып және комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Біз ең алдымен тортымыздың кремін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы жұмсақ сары май, сүт, жұмыртқа, ұн және қант керек болады. Ең алдымен газға қоятын ыдысымызға жұмыртқаны және қантты, содан соң ұнымызды салып, жақсылап, ешқандай түйіршігі қалмайтындай етіп, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Бір келге етіп араластырып болғаннан соң үстіне сүтімізді құйып, жақсылап оны да бір араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң газға қоямыз. Газдың асы орташа болып жанып тұруы қажет. Және кремімізді тоқтатпай араластырып тұрамыз. Креміміз қоюланып, бұрқылдап қайнамайынша тоқтатпай араластыра береміз. Міне осылай бұрқылдап қайнағаннан соң астын өшіреміз де бөлек ыдысқа құятын боламыз. Яғни бұл ыдысымызда креміміз толық суы керек. Және бетін осылай целлофанмен біркелкі етіп, ауа қалдырмай жауамыз да салқын жерге қойсаңыздар болады, немесе бөлме температурасына суыса да болады. Ал келесі кезекте тортымыздың қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, сары май, ұн, сүт және су керек болады. Газға қоятын ыдысымызға сары майды саламыз, оның үстіне суды құямыз, содан соң сүтті құямыз да орташа жанып тұрған оттың үстіне апарып қоямыз. Біздің сары майымыз бұл жерде еріп, қайнағанша күтетін боламыз. Осылай араластырып тұрсаңыздар да болады. Міне біздің сұйық массамыз осылай қатты қайнағаннан соң астын жай қоямыз да, үстіне ұн саламыз да, жақсылап лопатканың көмегімен немесе қасықтың көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Және бұл араластырылғанда қамырымыздың басы бірігіп, біркелкі болу керек және ұнның түйіршіктері қалмауы керек. Қамырымыздың басы біріккен соң да жақсылап осылай араластыра береміз. Астына кішкене осылай қамырымыз қата бастағаннан соң оттан аламыз да басқа ыдысқа қоямыз. Және ол ыдысымызда жақсылап тұрып массамыз суы керек. Қамырымыз тез суы үшін осылай ыдысқа жайып қойсаңыздар тез суиды. Қамырымыз толық суығаннан соң жұмыртқаны бір-бірден сала отырып, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Бұл жерде осылай мен сияқты лопатканың көмегімен араластырсаңыздар болады, немесе миксердің көмегімен де араластыруға болады. Бұл жерде айта кететін жайт, жұмыртқаны міндетті түрде бір-бірден салып араластыруымыз керек. Міне біздің қамырымыз осымен дайын, осылай созылып тұруы керек. Қатты сұйық немесе қатты қою болуға болмайды. Міне мен осылай төртбұрышты противеннің үстіне 18 диаметрлі форманы қойып, қамырды екі бөліп, екеуін бірге пісіретін боламын. Сіздер де солай жасасаңыздар болады, немесе жеке-жеке формаға салып пісірсек те болады. Осылай қамырымызды екіге бөлеміз де жақсылап біркелкі етіп жайып аламыз. Және қамырымызды, яғни коржымызды қызып тұрған 180 градуста қызып тұрған пеште 25 немесе 20 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің корждарымыз осылай пісіп шығады. Осылай асты-үсті кішкене қызарып пісуі керек. Енді кремімізді жасауға көшеміз. Мен осылай кремді тез суы үшін осылай жалпақ ыдысқа салып қойған болатын. Осылай біркелкі болып суыды. Және де бұл жерде айта кететін жайт, міндетті түрде бұл жерде сары майымыз бен қайнатпалы креміміз бір температурада болуы керек. Сол кезде креміміз біркелкі болып шығады. Басқа ыдысымызға сары майды саламыз да, миксердің көмегімен шамамен 5 минут тоқтатпай тұрып миксерлейміз. Бұл жерде біздің сары майымыздың көлемі ұлғайып және аппақ болуы керек.
Міне сармайымыз осылай ағарып әдемі болғаннан соң үстіне жаңа қайнатпалы кремнің бір ас қасықтан сала отырып миксерлейміз. Сары майға қайнатпалы кремнің барлығын салып бірден миксерлеуге болмайды. Осылай бөліктерге бөле отырып бір ас қасықтан сала отырып миксерлеп кремімізді жасайтын боламыз. Міне біздің тортқа арналған креміміз осымен дайын болды. Енді келесі кезекте тортымызды жинайтын боламыз. Коржды осы тарелкенің үстіне қоямыз да, осындай тортқа арналған кольцоны осылай кигіземіз. Яғни бұл біздің тортымыз біркелкі шығу үшін. Содан соң кремнің барлығын тортқа қоямыз да, яғни корждың үстіне қоямыз да, жақсылап тегістеп шығамыз. Оның үстіне екінші коржымызды салып, осылай тоңазытқышқа бір күнге немесе бір түнге жіберсек болады. Міне осымен біздің тортымыз дайын. Қалауларыңыз бойынша сәндеуге болады. Мен осылай қант ұнтағын сүйіп шықтым. Осымен біздің тортымыз дайын. Өте дәмді әрі ерекше дәм болып шығады. Міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер. Өте нәзік болып шығады. Барлықтарыңызға сәттілік, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Раушан.